жаңа әлпейерден бастағанбыз. Мен айтайын дегенім ана ер адамдар көбісі ұялып айтпайды ғой. Мен 89 жылы ауылда тұрамыз. Жаңарқан жігітім ауылда Дружба деген. Сол билет жас қыз ол кезде 9-8 оқимыз. Содан далаға шығып қақтырмай терлеп кетті. Соны шалбарды шешкен кезде жұмыртқам дәу болып жарты сағаттан ісіп кетті. Содан кейін мен өтірік айтпайын, осы жақта керемет деген 2006 жылы салтанат елбенген кезде бұған нені фирманы айтпай-ақ ұят болар ертең. Соған емдердік. Содан кейін міне 2 жыл былтыр үйіміз болды, 2 комната дейді. Сонда бірақ дәретхана ғой. Сонда жаңағы мыналар есікті ағады шық деп. Менде простатитім қозып кетті. Қанша мен Қарағандыда да емделдім, осы жақта да емделдім, болмады. Мына осы кремді алдық, мысалға осыны е. Сосын бұл сөздің ұятты жоқ, мен шапқа дейін жақтым. Мына жерде ер адамдар дейін, әйел адам білмеймін. Ер адам менде бесін шошынып кете беретін. Содан ылғи болмайды. Сосын мына мүшенің алдына бір ақ рет шприцпен салды, бірақ ішім ақшықты. Мен таңертеңге дейін шыдадым. Содан Аллаға шүкір, қазір простатитім де жоқ, менің қарным ісіп кететін. Бауырым тазаланды, сосын әкем қайтыс болды 2005 жылы. Мынандай ағарып фото бүкіл денеме шығып кеткен. Мен қазір кәдімгідей таңертең қасыққа салып ішіп отырам. 2 жыл болды ішіп отырған, бәрі жазылды. Алла тағала барлықтарыңызға разы болсын.